кім білген? От керек болса шақпақ қууды тұтатып алып жаға қоятынбыз. Сөйтіп мені қорқытып жүрген жаман сіріңке болып шыққаны деп ақсақал мәз болып күліп әңгімесін тоқтатты. Бәріміз ақсақалдың шын күлкісіне қосылып, қошеметтеп күлісіп, қас қарайып қалғандықтан ауылға қарай жүрдік. Текшенің бауырында. Бір жылы июльдің аяқ шенінде жайлауда отырған қалың елден түс ауа шығып, қалаға қарай 5 кісі келе жаттық. Бәріміз де салтаттымыз. Қала біздің елдің жайлауынан 3 күншілік жердетін. Ішіміздегі үлкеніміз Сүлеймен мен сол кісінің замандасы Қали еді. Бұл екеуі бір ауылына елдің жер жайындағы приговорын алып, қалаға арыз бергелі бара жатқан. Біз 2 жігіт оқуға келеміз. 5-ші жігіт Бейсенбай бәріміздің атқосшымыз еді. Ауылдан аттанарда біз тез кетіп қалуға елді қимай, оны мұныға бөгеліп ақсақалдардың жүрейік деген мезгілінен кеш шығып едік. Өзіміздің ауылдан шығып алған соң Сүлеймен ақсақал бүгін кешке таудың күнгейінде отырған елдің біріне барып түсіп, ас ішіп алып түн қатып жүріп кетеміз. Түнде жүріп таудан асып алған соң ар жағындағы жолдың қиындығы болмайды. Ертең күн қызғанша ойдағы елге барып қалармыз. Түнде жүрген жүріс адамға да, атқа да жеңіл болады деп жол туралы өзінің істеген байлауын бізге білдірді. Біз үндемей көндік. Бізге ауылдан шығып кеткен соң қалай жүрсек те бәрібір сияқтанып еді. Оның үстіне тау ішімен жарғайлы түнде жүру өз бетінде бір көңілді жүріс болатындай көрінді. Сол бетпен ымырт жабылып бара жатқанда қалың таудың күнгейінде отырған 3-4 ауылға келіп, соның біріне түстік. Ақсақалдар күні бойы үй иесімен әңгімелесіп отырды. Біз шай ішіп алған соң түнғатардың алдында ұйықтап алмақ болып жатып қалдық. Бірақ көпке шейін ұйқы келмеді. Көз алдымнан бүгін шыққан ауылдың жаз бойғы қызығы, жайлаудағы өмірдің көз көрген көп желігі, рақаты бірінен соң бірі келіп елестеп ұйқы бермеді. Ақырында талып шаршағандай болып ұйықтап кеттім. Біз оянғанда етті жасап алдымызға кеп қойған екен. Үйдің іші ала көлеңке, жеке жаққан шам жоқ, жарық қып тұрған қазан ошақтың астындағы тезектің оты. Бұл кейде өшуге айналып бәсеңдеп, кейде жалын үлкейіп лаулап жарқырап кетеді. Үй іші оттың күйіне қарап, біресе қоңырқай тартып, қарауытып көлеңке айналады. Біресе түсі жадырап күлгендей болып көңілденеді. Шала ұйықтағандықтан мең-зең болып бойды көтере алмай ұйқылы көзбен отырып тамақ ішіп алған соң өзіміз зорлықпен сергітіп атқа қондық. Бүгінгі түн жарық, айлы, қалғып қанатын салған майда түн еді. Көңілге әлдеқайда тоғайлы, ұйқылы, маужыраған сайда күбірлеп сөйлеп, сүлдер құрып, үзіліп тұрған көздерді естіге түсіргендей еді. Түн сондайлық өзгеше, демалыстағы жанды сағаттың түнеді-ау деген әлсіз арман ойға леп-леп ұрады. Ауылдан шығып біраз жүрген соң тау ішіне кірдік. Біз жағалап келе жатқан жіңішке өзен кейде жағасы ұсақ тоғайлы болып, кейде қалың шалғынды болып, иіріліп көлденең таудың ішін жарып өтуші еді. Соның жағасындағы жалғыз аяқ жолмен бірде шұбырып, бірде қатар жүріп келе жаттық. Жанымызда жіңішке өзен сылдыр қағып жасырланша сумаңдап, нәзік тілмен бір нәрсені былдырлап айтқандай болып еріп келе жатты. Кей жерде суы кеңейіп алаңға шығып, ай сәулесімен ақ беті жарқырап күлгендей болады. Кей жерде күлкілі жүзі өзгеріп қоңыр қайтартады. Елсіз шың, ұлы таудың іші жым-жырт. Өзеннің бір сырдырғы сыбдырынан басқа дүниедегі ұйқы тыныштығын бұзған ешбір естілген дыбыс жоқ. Тау іші мен өзенді өрлеп көп уақыт жүрдік. Сай мен өзен тау ішінен мүйіс жасап, иіріліп бұралған сайын көз алдымызға жаңа сурет, жаңа көрік көрініп отырды. Жалғыз-ақ анда-санда әлдеқайда тау астында жүрген түн құстарының бір қалыпты қатты дауыспен жүргіншіні шошытқандай болып, қылғынып айтып қалған сұңғылы естіледі. Кейбіреулері қарауытқан ұйқылы қанаттарын жалпылдатып қағып, мезгіл-мезгіл біздің үстімізден өтіп кетіп жатты. Уақыт түн ортасынан өтіп, таңға жеңіл бір ұйқының шамасындай қалғанда, таудың тең жартысынан өттік. Алдымызда Қоянды тауының ең үлкен биігі, текшенің қара қошқылданған басы көрінді. Жүретін жолдың азайғанына бәріміз де көтеріліп сергей бастадық. Қатарымызда келе жатқан Сүлеймен ақсақал текшенің басын көргенде есіне бір әңгіме түскендей болып, бізге бұрылып қарап, балалар, жолдың өзі де қысқарып қалды. Сендердің ұйқыларың да келген шығар. Мен жол қысқарту үшін бір әңгіме айтайын деді. Біз ықыласпен тыңдайтынымызды білдірдік. Сүлеймен ақсақал жас кезінде елдегі көп құрбыларының әуеніне кіріп ұрлық қылған еді.
Ол кезде алысқа топтанып аттанып, бейнетті қиын жол көріп соғыста болу ескі батырлықтың сарқытындай көрініп, ел ішінде қолы бос жүріп желік іздеген бозбалаларға ең қызықты істің біріндей болыпты. Тіпті жауынгерлік, өнерлік саналыпты. Сүлеймен сол ретпен неше жылдай аты шыққан тынымсыз ұры болып жүріп, артынан тоқтатқан екен. Біз әңгімені күтіп келе жатқанда, ақсақал насыбайын баптап иіскеп алып, мынау көрініп тұрған текшенің биігін көрген сайын жас күнімізде істеген бір тентектік еске түседі. Көп заман болды. Жылында кем болса 2-3 рет топтанып аттанушы едік. Ол күндегі қолбасы Жобалай батыр болатын. Атағы шығып жүрген кезі, жасы сонда 30-35-тің шамасында. Аттанарда бізге астыртын хабар жібереді. Пәленше күні аттансын, пәленше жерде тапсамыз деп. Айтқан күнінде хабарын екі қылмай қуандып аттанамыз. Сонан соң алыс елге кетіп, 1 ай жарты ай жүріп қайтатынбыз. Bir күні ел жайлауда еді. Бәйгітор ат деген атым бар. Соны әбден мейізде қылып қатырып алған кезім еді. Кешке жақын әлгіні суарып, енді бір қызығын көрсем-ау деп тұр едім. Құдық басына бір жігіт келіп, Жобалайдан хабар әкелді. Бүгін түнде не қылса да текшенің бауырына жетсін. Өзге жұрт сол жерге жиылды. Ертең кездесетін бір жау бар депті. Ауылдың үлкендері көрсе жібермейді. Әкемнің дәулеті сол күнде де мол болатын. Сондықтан менің ұрлық қылғанымды барлық ағайын туысқан иттің етінен жек көретін. Ұрланып жөнелдім. Болжал жерге жеттім. Жете берген әуелі бір иек артпа кезең бар еді. Соған шыға келсем, аттарына өре салып қоя беріп, қараусыз, дәнесіз, қаннен қаперсіз жатыр. Көп кісі жиылып қалған екен. Сонан бұларды бір қорқытайын деп қиқу салып, қапта деп тиіп кеттім. Аттар үркіп, жосып шығып, бір-екеуін төбеден сойылмен нұқып басы көзді деп жүр едім. Ешқайсысы мені таныған жоқ. Bir мезгілде артыма қарасам, жалаң аяқ жалаңбас, қолында басы шәугімдей ұзын қайың шоқпары бар Жобалай. Уә кәпір-ай, жасанып жатқан топқа жалғыз шабатын сен Жобалай шығарсың деп келіп қалыпты. Сонан соң мынау бір жерімді ұстатады екен деп шошып кетіп, бетіне қарап күліп жібергенім тани кетті. Бәрі де тұрды, жиылып әңгімеге кірісті. Қайда барамыз, не істейміз дестік. Жобалай жайдық тұрды. Соның алдында бәріміз бірдей кіжініп, өштеніп жүрген жеріміз Найман ішінде бір Мырзатай дегеннің ауылы болатын. Жазғытұрым сол ауылдың үстімен ар жағындағы кереге Жобалайдың інісі Сыпатай қасында екі жолдасымен аттанып бара жатқанда, далада ұстап алып, тонап, өлімші қылып сабап, содан 1 ай дегенде зорға келген. Қасындағы жолдастары қашып кетіп, өзін таудың ішінде елсізде сабап, мыжғылап өлуге айналған соң, енді бұл өлді деп бір тасқа тығып кеткен. Артынан 5-6 күннен соң тағы сол жолмен бара жатқан біздің елдің 5-6 кісісі әлгі тастың тұсынан өтіп бара жатқанда ығырсыған дыбыс естіп тауып әкелген. Содан 2 айдай қалжа жеп емденіп, зорға дегенде үйге таяқпен кіріп шығатын болып ауылда жатқан. Біз сол үшін Найманға кектеніп, енді қалай өш аламыз деп тісімізді қайрап жүргенбіз. Жақында Жобалай сол оймен жүргенде бір хабар алыпты. Мырзатай ауылының бір мырзасының ойдағы бір матайда қалыңдығы болады екен. Соны жасау жабдықпен ұзатып алып келе жатыр. 1-2 күнде біздің елдің тұсымен өтеді депті. Бізді Жобалай сол үшін жиған екен. Сол хабарды естіген соң бәріміз де қуанып кеттік. Енді қашан соқтығар екенбіз деп асығып шиыршы қайттық. Сонан ақылдасып алып, оларды тоспақ жеріміз төбеттің қызылы болсын деп соған қарай бет алып жүріп кеттік. Түс ауа сонда келіп орнадық. Төбеттің қызылынан 1 шақырымдай жерде үлкен қара жол бар. Наймандар сонымен жүрмекші. Маңайда ұшқан құстан басқа дым жоқ. Құлан елсіз. 2 кісіні кезекпе-кезек қарауылға қойып, өзіміз етектегі бұлақтың басына келіп ас істеп ішіп жаттық. Сонымен кеш батты. Екінді мен ақшамның арасы еді. Келмеді ғой деп бәріміз де көңілсіз тартып отырғанымызда, биіктің басында қарауылда қарап отырған кісіміз қолын бұлған еткізіп хабар қылды. Атқа тұра жүгірістік. Бәрі де ерттеулі, өресімен жүрген. Келіп, әпсаттың арасында мініп алдық. Санымыз сонда 20 шақты. Тура бір қолымыз. Сол арада қарауылда отырған кісіміздің біреу келді. Құда-құдағилардың 20 қаралы кісісі топталып келе жатыр. Бүгін Қызылбұлаққа қонатын түрі бар. Енді тосып алыңдар деді. Бұл жолда төбеттің қызылы деген биік жүргіншілердің бәріне белгілі қауіпті жер болатын.
Бұлар сондықтан топтанып келе жатқан ғой. Көптігіне де сеніп келе жатқан шығар дестік. Бірақ елсіз жерде, иен далада болған соң бұларды ала алмаймыз деген күдік көңілімізге титтей де келген жоқ. Аяғында күн батып көз байлануға тақалғанда жүргіншілер біздің қатарымызға келді. Сонан соң төбеттің қызылынан қара жолға қарай шұбатылып баратын бір ұсақ адыр бар еді. Соның қабатымен алдын ала салдық. Адырдың шеті тақ қара жолға барып бітуші еді. Сол жерге келіп балта сабы екі кезеңнің түбінде қақ бөлініп тұра қалдық. Түрлерімізден адам шошығандай болып кеткен екенбіз. Тымақтың құлағын тегіс жымыра байлап алғанбыз. Өңіміз сұп-сұр, қолда бір шашақты найза, қара сойыл, ұзын айбалта. Азғантай уақыт қана тостық. Бір мезгілде кәдімгі көшкен елдей ырғалып-жырғалып жайымен келе жатқан қыз-келіншек бозбалалар дөң астында тұрып екі қыздың қосылып салып келе жатқан әнін де естідік. Сонан әбден жақындап 2-3 арқан бойындай ғана жер қалғанда қиқулы салып алғашқы ағашты қағыстырып сатырлатып келіп тиіп кеп кеттік. Жерде айғай, көкте айғай болды. Жүргіншілер жер астынан шыққандай болып самсаған сары қаптап қоя берген соң есі шығып кетті. Қашуға да шамасы келмеді. Келе араласқанда топырлатып түсіре бастадық. Қару жоқ екен. Қарсылық көрсеткен солар болды. Қару жоқ, сасқалақтап жүргенде бір-екеуінің қолына ғана ағаш түскен екен. Қарсылық көрсеткен солар болды. Оның біреуі қыздың жас бауыры екен. Біз өзгесімен айналысып жүргенде жанды бермек оңай ма? Қалыңдық пен құдағидың айналасына келген кісіден 4-5 кісімізді түсіріп тастапты. Аяғында өзгенің бәрі құлаған соң немене оларды да түсіріп алдық. Күйеу жігіт біреуді алдына салып қуып келе жатқанда Жобалай артынан келіп қара құстан қағып жібергенде аттан тымақша ұшты. Әйелдерін ұрғанымыз жоқ, аттан түсіріп алдық. Қыз Матайдың ең бір бай жерінің қызы көрінеді. 6 қанат ақ отау мен 10 шақты түйеге жасау артып толықсып келе жатқан бет екен. Бір топ қыз келіншек нөкері бар, қара көз, қызыл жүзді аққұба қыз, жасы 19-20-ның шамасына келген. Сұлу пішінінің толықсып тұрған кезі. Жасау дегеннен көз тұнады. Біз келіп түсіріп жүргенде еркектердің бірде-бірі бір ауыз сөз айтуға жарамап еді. Бір мезгілде қызының жанында тұрған келбетті семіз ақ бәйбіше: «Әй жандарым, сендердің де әпке қарындастарың алдарыңда тілеулерің бар ғой. Мынау қойнымдағы алтынымдай сақтаған жалғыз балам еді. Бөтен елдің босағасын жаңа аттағалы келе жатқанда бақытын күйдірмеңдер, аяңдар. Іздегендерің мал дүние болса, осы әкеле жатқан жасауымның ішінен қалағандарыңның бәрін алыңдар, бірақ бізді бетімізбен қоя беріңдер» деді. Сонан соң түсірілгендердің бәрінің атын алып, өздерін топтап иіріп қойып, өзді-өзіміз кеңестік. Арамыздағы кейбіреулер жасауын алып қоя берейік десті. Сонда Жобалай тұрып: «Менің іздеп жүрген әлгі дүние ме екен? Олай болса Найманның жылқысына алудан оңай нәрсе бар ма?» «Бар ма еді? Мен Мырзатай ауылының өмірінде есінен кетпестей кек алмақшымын. Жасау сөз емес, алдымен бірнеше күнге дейін тұтқын қылып жатамыз. Қазір бәрінің де көзін танып, еркектерінің тегіс қолын артына байлап, атқа мінгізіп текшенің бауырына алып барамыз» деді. Бәріміз де осыны мақұл көрдік. Сонымен осы айтқанды істеп, қатын қызарды улатып шулатып, текше қайдасың деп ел жатар мезгілде тартып жөнелдік. Келген соң тұтқындарды әрбір жерге отырғыздық. Жүкті түсіртіп 5-6 күркені тіктік. Биіктің басына қарауылды мықтап қойдық. Тұтқындардың күндіз-түні көзін шешпейік деп сөз байластық. Жерді танымасын, түсімізді, атымызды білмесін, және біреуіне де қылып жатқанымызды екіншісі сезбесін дедік. Сонымен 3 қыз, бір келіншекті бір бөлек қойдық. Қыздың шешесін бұлардан аулақ жерге, қасында бір қатынмен бір бөлек қойдық. Көз таңулы, қол байлаулы, қасында аңдып тұрған жігіттер күндіз-түні дүниеде не болып жатқанын ешқайсысы да білмейді. Тамағын ішеді де жатады. Жалынып жалбарынса да, жыласа да бірде-бірін құлаққа ілмейміз. Естімеген кісі болып үндемей жүре береміз. Сонымен қойшы 4 күн тұтқын қылып ұстадық. Сол уақытта көрген қызығымыздың ұшы-қиыры жоқ. Ерте бастан 2 аппақ күркені өзге жұрт жатқан жерден бөлек бір сайға апарып тіккенбіз. Жобалай ұзатылып келе жатқан қызбен сол 4 күндей бір күркені жеке алып, күндіз-түні шықпай жатып алды. Бізге тиген әйелдер біраздан соң өзімізге үйреніп қалжыңдасып ойнап отыратын болды. Анау ұзатылып келе жатқан қыз дүниедегі қайтпайтын қайсар адамның бірі екен. Сол 4 күнде жылаудан көз ашқан жоқ. Жобалайға: «Менің бақытым күйді, жарық дүниеге көрер бетім қалған жоқ. Енді қызық бақыт маған жоқ.
сондықтан кіммен қарайсың сонымен ағар деп, енді ит болсаң да сенімен қалар едім, бірақ дүниедегі ең жек көретін адамым, ең қатты дұшпаным сенсің, өзім көрген жанның ішінде барып тұрған жауым сенсің депті. Жобалай сол арада бетімен отып шыққандай болып ұялдым, бірақ онымен дауласайын ба, үндегенім жоқ деді.